Булочки с начинкой дайындаймыз. Бізге керекті жылы сүт, сары май, қант, дрожжи, тұз және ұн. Менде мына жерде жылы сүтке майды ерітіп алдым. Енді осының үстіне қант пен дрожжины салып, кішкене апара болып көтерілгенше тындырып қоямын. Бір 5-10 минуттай. Жаңағы дрожжимыздың үстіне енді жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды салып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Қамырды 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Одан да көп болуы мүмкін. Қамыр көтерілгенше. Көтерілген қамырды мен 2-ге бөліп алдым. Өздеріңіз қалағандарыңыздай жасай берсеңіздер болады. Мен бір бөлігіне рогалики қылып жасадым, ал қалған бөлігі видеода көрсетілген. Менде мында начинкаға тартылған алма, ол менде компот қайнатқаннан қалған сухофрукт. Булочкаларымызды 15-20 минут көтерілгенге қалдырамыз, бетін жауып, одан кейін духовкаға саларда үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады.